Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалыктары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Геннадий Головкиннің үздік 6 нокауты. Жылдың орта салмақтағы басты жекпе-жегі қарсаңында Геннадий Головкин мен Саул Альварес арасындағы WBA Super, WBS, IBF және IBO белбеулері иегері қазақстандық үздік нокауттарын еске алды. Жекпе-жек жексенбі күні таңертең Лас-Вегасте Мәскеу уақытымен өтеді. Бірінші Геннадий Головкин Прокас Кжего 2012 жылы 5 раундта прокси үшін бары аяқталды. Головкин екі қолының бірінші күшті бүйресілік соққылар жасады. Қарсылас артқа құлап, торшенің есебінен әрең көтеріліп, жекпе-жектің жалғастыруға дайын екендігін сендірді. Бірақ торше жекпе-жекті тоқтату туралы уақытылы шешім қабылдады. Екінші Геннадий Головкин Набихиро Исис 2013 жыл. Головкин бұл жекпе-жекте бұрын жақпен аяқтады. Бірақ не, соққы қарсыласын құлатты. Ол рингте құлап кете жаздады. Жекпе-жектің ең әдемі аяқталуы. Үшінші Геннадий Головкин Мейто Маккелин 2014 жыл. Нокаутқа бірінші соққылар қажет болған жағдайда. Үшінші раундта Головкин комбинацияны соққымен аяқтады. Бауыр қарсылас кенепке құлады. Төртінші Геннадий Головкин Марко Антонио Рубио 2 раундта өтті. Головкин шешуі комбинацияны орындауға дайындалды. Ол қарсыласын оң жақ жоғарыға жағымен шайқады. Содан кейін бірінші минуттан кейін сол жақ бүйірін бастың жоғары жағына жүгіріп, осы жекпе-жекке нүкте қойды. 5. Геннадий Головкин Доминик Уэйт 2015 жыл. Сіз өзіңізді қорғағаныңыз жақсы болар еді, деп торшы Уэйтке қатты нокдауннан кейін жекпе-жекті жалғастыруға рұқсат берді. Екінші раундта бәрі оның пайдасына емес екені анық. Бірақ жекпе-жекті жалғастыруға келісіп отырып, ол сөзсіз бірнеше минутқа созылды. Головкин соққыға жығылған құрбанды жіберіп алмады және жекпе-жекті күшті оң жақпен аяқтады. 6. Геннадий Головкин Келл Брук 2016 жыл. Жекпе-жек 5 раундта Головкиннің жауапсыз соққылармен аяқталды. Брук ештеңе істей алмайтын сияқты, жауап беруі де мүмкін емес, қорғауы да мүмкін емес. Судья қазақстандықтың жеңісі техникалық нокаутпен тіркеп ұрды тоқтатты. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.